Алдымыздағы астың майы қатқалы қашан. Қабағын бағып әлі үнсіз отырмын. Қолынан келер емес деп кенет қайта сөзін жалғады. Неге олай шештің деп сұрадым жай ғана. Қанша тырысқанымен жолдасыма жақсы әйел, балаларыма жақсы ана бола алған жоқ. Бәрінің көңілінен шыққым кеп, сыйлап күтсем де туыстарға да жаға алар емеспін. Барымды салсам да бағалайтын жан жоқ. Түбі бәрібір өзім отырсам опақ, тұрсам сопақ боп шығамын. Жолдасым екеуміздің арамызда сыйластықта қалмады. Суып кеткен сияқтымыз. Оның да алдында қадірім жоқ, деп жауап берді. Ол көз жасын алақанымен сүртіп жатып. Неге бұлай болды деп ойлайсың, деп сұрадым. Енді сол ыстық жастың ар жағында не барын білмек боп. Білмеймін, шын білмеймін. Жалпы келін боп осы үйдің табалдырған аттағалы бірінің болсын көңілінен шыққаным есімде жоқ. Өзге абысындарым кез келген жерде сөзін өткізіп, әмірін жүргізе алады. Басқа емес енемнің өзі солардың сөзін сөйлейді, ал менің тек кемшілігімді көретін тәрізді, деп назын жалғады. Сонда сенің сөйлеуіңе кім кедергі? Мүмкін сен де ойыңды ашық айтып көрерсің. Олар сенің ішінде не жатқанын хабардар емес болар, деп тығырықтан шығар жол іздей беріп едім. Ой, менің сөзімді кім тыңдайды дейсің? Айтқаннан бір нәрсе өзгеретініне сенімім аз. Бекер сөз естіп қаламын. Бұл үйде мені жақтайтын жан жоқ, деп үзілді кесілді сөзімді бөлді де терең күрсінді. Сонысына таңырқай қарағанмен, енді не істемек ойың бар, деп қызықтадым. Дастархан үстіне түскен дақты тырнағымен ұшықып отырып, біраз ойланып алған ол. Білмеймін, көнемін, бастысы балаларым бақытты болса болды. Солар үшін өмір сүремін, деді де, онсыз да қызара бөртіп кеткен мұрнын қағаз орамалмен сүртіп, үзік-үзік демін ішке тартты. Неткен жанкештілік. Расында балаларым бақытты деп ойлаймысың? Дедім бұл шешіміне көңілім толмаған соң. Қатты батып кетті-ау деймін. Соным, жалт қараған ол. Бастысы әке-шешесі қасында ғой, деді әлде кінә арта, әлде ақталғандай. Ал сен бақытты болар ма едің, анаңның көз жасын көріп өссең? Сен бақытты боп қала берер ме едің, деп одан бетер тас жүректене сөйлеп едім. Мен бұдан зорғысын көргем, деп қайта орамалымен бетін сүртті де, әкем ішетін, ішкенде анамды да бізді де оңдырмайтын. Жалпы бала боп та жетістіргенім жоқ. Дегенмен арғысына демі жетпеді. Дәл мынадай боп таусылғанын көрген соң, арғы ойымдағыны ашық айтуға батпай үнсіз қалдым. Десем де, ол оны дәл қазір қабыл алуға дайын емес көрінді. Сол себепті күттім. Бір кезде ол, кейде шын шаршап кетемін, деді қайта күрсініп. Бәрін тастап басқа жаққа қашып кеткім келеді. Қалайша, қайда барсаң да бұдан артық көре алмайтын болып тұрсың ғой, деп қойғанымды өзім де аңғармай қалдым. Неге? Деді ол таңырқап. Міне осы кезде уақыт кеп қалғандай көрінді. Сол себепті бақытсыз болуға үйреніп алғансың, тіпті қимайтын тәріздісің. Анау екеуіңдегі байланысты көресің бе? Ол да бақытсыздықтан бас тартпаған, сен де алысқа ұзаған жоқсың. Шыныңды айтшы, расымен өз балаларыңа да осындай бақытты тілеймісің, дедім сәтін жібермей. Жоқ әрине, дегені нық шыққанмен қайта, кімнің бақытсыз болғысы келеді дейсің? Айтшы, сонда қайтуым керек еді. Ажырасып кетуім керек пе? Ажырасқанда қайда барамын? Кімге сиямын? Әке-шешемнің менсіз де шекесі қызып отырған жоқ. Кейде жолдасым соны білген соң әдейі басынатын сияқты боп көрінеді, деп бұл күнге дейін өзін еш түсінбей келгенінің қатарына мен де қосылғандай қайта жанарына жас алып жатқанын көрген соң. Сені аяғанымды қалайсың ба деп сұрадым жаймен ғана. Жоқ, деді ол сасып қалғандай. Даусы қаншалық сенімсіз шыққанын білсеңіз-ау, бірақ оны аяғым келмеді. Өзгеге емес, өзіңе шынайы жауап беріп көрші. Дәл қазір не себепті бақытсызсың, деп сұрақты төтесінен қойдым. Абдырап қалғандай біраз үнсіз қалған ол. Бала күнімде қазір жолдасым болса деп, ана-мынаның басын бір түртіп ойын жинақтап алған соң. Қадірім жоқ сияқты, бұл өмірде маған тиесілі орын да жоқ сияқты. Сыйлы болғым келеді, бірақ қазір келбетімде жоқ. Сыйлы тұрмақ сүйкімімде бола алмасына анық, деп тізе бастады. Яғни осы ойдың себебінен бақытсызсың, солай ма, деп нақтылап алдым мен. Иә, солай шығар, деді ол да қайта сенімсіздеу. Осы кезде маған оның жан дүниесіндегі ойдың сеңі қозғала басталғандай көрінді. Сонда мұны қашан және қаншалық жиі ойлайсың, деп баса түстім. Уақытты текке жібермей. Ылғи, деді ол жабырқап. Жүзіме күлкі үйірілді. Білемін, сәл аздау ойласаң болмай ма, деп тістей сөйледім. Бірақ бұл шын ғой,
деді ол бірден соған менің де сенгенімді қалап. Өзің айтқандай шын болмау үшін не әрекет етіп жатырсың, дедім мен де қалыспай. Тіл қатпады. Менің кері шегінгім келмеді. Осының бәрінде ойлап, санаңда жүз қайтара айналдыра өзіңді жеп, күллі әлемнен бас кешіп, өзіңді аяғаннан өзге не бітіріп жатырсың деп жанши түстім, жарасының іріңін сығып. Әр кез жақсы болуға тырысамын. Өзіме алмасам да соларға алып, өзім жемесем де солар жесін деп, өз балама жұмсамаған ақшаны соларға жаратып, қатты сөз айтып ренжітсе де тіл қайтармай шыдап деп, саусақтарын бүгіп отырып дәлелдерін айтып жатты. Енді несіне ренжулісің деп сұрап алдым да, сөзіңді тыңдасам, олар сенен артық болды ғой, солар лайықты, ал сен олар да емессің. Өзің солай деген соң, олар сөзіңді қоштайды. Солай емес пе деп өз сөзін өзіне тарқата бастадым. Олай дегем жоқ қой деп сөзімді бөлсе де, ойынан жаңылып қалғандай бірер сәт үнсіз қалды да, сонда не істеуім керек деп сұрады. Дәл осы сұрақты естігім келген. Өзіңді кешіруің керек, дедім асығыс. Не үшін, деді ол әрине мұндай жауапты күтпеген соң. Бала күннен бақыт көре алмағаның үшін, өзіңді сүймегенің үшін, өзіңді құрметтемегенің үшін, бағаламағаның үшін, деп тізе бастадым. Аңтарылып қарап қалыпты. Шегінгенім жоқ. Одан кейін өткеніңді кешір. Өткен күнде қалған өкпені кешір. Бәріне алғыс айт. Ұзақ уақыт құрметтедім. Жадымда сақтадым. Өмірімнен жеткілікті орын бөлдім. Енді қош деп қоштас. Қи, әрине бір дегеннен бола қоймас, десе де тырысып көр. Сонда бәріне өзің кінәлісің дегің келеме? Өз қалауым, таңдауым осы деп ойлайсың ба? Деді жабырқап. Бұл сұраққа да өзі жауап берген қалап, тіл қатпай отыра беріп едім. Ал күйеуімнің мінезі ше, енемнің ылғи мені күңдеп отыратыны ше, деді ол әлі де естігенін қабылдағысы келмегендей. Ал ол солардың таңдауы, солардың қалауы. Әзірге екі жақ бір-біріңді толықтай толықтырып тұрсың. Әркімнің өз рөлі бар. Бәріңе осылай болған ыңғайлы. Олар қанаушы, сен қаналушысың. Бәрі өз еріктеріңмен деп өзіме жөн көрінген болжамды айттым. Біраз көзін төмен түсіріп, әлі де өзін осынау шындыққа қиғысы келмейтіндей қалың ойдың құрсауында бірер сәт отырған соң, сонда бұдан қалай бас тартамын деп сұрады ақырын ғана. Біріншіден қиялыңда өзіңнің жапа шегуші болғың келетінін мойнында, осы рөлдің өзіңе ұнайтынын түсін. Содан кейін осы сезімнен тұнық санаңмен бас тарт. Өзіңе деген аянышқа белшеңнен енді батқың келмейтінін өзгеге емес, өзіңе нық айт деп ұсынысымды айттым. Сонда солай етсем болды, басқасы өзі түзеле ме, деді ол сөзіме сенуге батпайтындай. Манағыда емес, еңсесі біраз көтеріліп қалғандай көрінді. Иә деп көне кетуіме де болар еді, бірақ оны жалған сөзге қимаған соң. Бұл бастамасы ғана. Ар жағында өзіңді іздеу бар. Өзіңді тапқан соң қабылдау бар. Өзіңді жақсы көріп үйрену бар. Өз қолыңнан келетін қабілетіңді танып, өмірден орныңды табу бар. Ізденіс енді басталды, деп алға қою керек мақсатымен таныстырдым. Сол сәтте оның аздап үрейі болса да, санасы, жүрегі, рухы ояу көрінді. Адамның рухы түнек ішінен өзін іздеп тауып, танып, өзіне қол созған сәтіне куә болу ұнайды маған. Себебі бақытқа барар жолдың ең қиыны осы, мойындау ғана. Ал басқасы қабылдау, түсіну, кешіру, жіберу, сүйіп үйрену дәл мұндай қиын емес.